Ризығыңды күткенше еңбек ет. Ризығыңды ешкім тартып ала алмайды. Көп табыс емес, берекелі табыс маңызды. Адал ризық жүрек тыныштығы. Келіп жатқан ризық сенің жұмыс орнынан емес, Алладан екенін ұмытпа. Ақша құрал, мақсат емес. Бай болу үшін берекелі бол. Ақыл мен адал еңбек байлықтың бастауы. Қанағат тоқшылық кепілі. Ақылмен келген байлық мәңгілік. Табыс та, байлық та тәртіппен келеді. Байлық жинағанда емес, таратқанда көрінеді. Еңбексіз көрген күн, ертеңсіз өмір сүреді. Тапқан табысың маңдай теріңмен өлшенсін. Адам өзін жоғалтса, бар байлық бос. Нағыз бай берген қол алған емес. Күн сайын бір қадам, 1000 шақырым жол бастамасы. Байлық есепте емес, сезімде. Байлық артынан қума, құндылық артынан қу. Сені байлыққа жеткізеді. Кедейлік қалтада емес, ойда. Уақыттың ең қымбаты валюта. Оны неге жұмсап жатқаныңды ойлан. Ақылмен келген байлық ұзақ ғұмыр сүреді. Еңбексіз табыс іріп шіріген жеміс. Қанағат нағыз байлықтың кілті. Табыстың дауысы тыныштықта естіледі. Ақылмен келген байлық ұзақ ғұмыр сүреді. Еңбексіз табыс іріп шіріген жеміс. Ақша жақсы қызметші, бірақ жаман қожайын. Байлық қалтада емес, санада. Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Бай болу алдымен соған сеніп арман құрудан басталады. Кедей адам көбіне маған ол лайық емес деп өз шекарасын тарылтады. Берсең байисың, бай адамдар жиі қайырымдылық жасайды, бөліседі. Сол арқылы энергияны айналымға жібереді. Кедейлік ұстап қалуға тырысу, тапшылық ойлаумен байланысты. Қорыққан адам құр алақан. Бай адам тәуекел етеді, мүмкіндікті пайдаланады. Кедей адам қорқады, күмәнданады. Сол себепті ештеңе өзгермейді. Ақыл байлықтан бұрын келеді. Байлықтың бастауы білім мен дұрыс шешім. Кедейлік көбіне ақпарат пен түсініктің жетіспеуінен. Көп істеген емес, дұрыс істеген озады. Кедей адам көп еңбектенуі мүмкін, бірақ дұрыс бағытта емес. Байлық ақылды әрекет пен стратегиямен келеді. Уақыт ақша емес, одан да қымбат. Бай адам уақытын тиімді жұмсайды, ал кедей адам босқа өткізеді. Уақытты қалай пайдаланатының болашақ табысыңның кілті. Бай адам молшылықты ойлайды, ал кедей адам жетіспеушілікті. Ақша тапқысы келетін адамның санасында ең алдымен пайда болады. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.